Бауыр, біздің ағзамыздағы ең үлкен без, салмағы шамамен 1,5 килограмм деген жетеді. Кеуденің оң жағында, қабырға астында орналасқан. Әдетте адам бауырын сезбейді, ол ауырмайды да, белгі бермейді, жұмыс істей береді. Бірақ бауыр ағзаның нағыз фабрикасы. Бауырдың пішіні үшбұрышқа ұқсайды. Сыртынан жұқа қапшық капсула жауып тұрады. 12 бөлікке бөлінеді. Үлкен оң жақ бөлік және кіші сол бөлік. Ішінде ұсақ құрылыс кірпіштері бар. Оларды гепатоциттер дейді. Гепатоциттер бірігіп бауыр бөліктерін құрайды. Әр бөліктің ортасында ұсақ тамырлар бар. Артерия, вена, өт өзегі. Осылардың арқасында қан келеді, сүзіледі, өткізіледі. Қызметі тазарту. Бауыр ағзаны улы заттардан қорғайды. Алкоголь, дәрілер, токсиндер бәрі бірінші осы жерден өтеді. Зат алмасу орталығы. Көмір суларды гликоген түрінде сақтайды. Аш шыққанда гликогенді қайтадан глюкозаға айналдырып қанға береді. Май алмасу. Майларды ыдырататын өт жасайды. Өт болмаса май қорыту мүмкін емес. Ақуыз түзі қан ұюына қажет. Ақуыздар альбулин сияқты маңызды белоктар бауырды жазалады. Қорғаныс. Ескі қажет ас жасаушаларды ыдыратады. Қан сақтау қоймасы. Бауырда белгілі мөлшерде қан жиналып тұрады. Бауырдың бір ғажайып қабілеті бар. Қайта қалпына келу. Егер бауырдың жартысын алып тастаса, ол біраз уақыттан кейін қайта өсіп шыға алады. Ағзаның басқа ешбір мүшелерінде мұндай қабілет жоқ. Аурулары гепатит, бауырдың қабынуы, вирустық түрлері бар. А, Б, С. Кейбірі жеңіл өтеді, кейбірі қауіпті, созылмалы түрге айналады. Цирроз. Бауыр жасушаларының орнына тыртық тіні пайда болады. Көбіне алкогольден, вирусты гепатиттен дамиды. Бауыр майлануы. Артық салмақ, дұрыс тамақтанбау салдарынан бауырда май жиналады. Бауырды қалай қорғаймыз? Алкогольді азайту немесе мүлде ішпеу. Дұрыс тамақтану. Майлы, қуырылған тағамды шектеу. Артық салмақпен күресу. Гепатитке қарсы вакцина алу. Дәрігерге уақытылы қаралып тұру. Бауыр ағзаның ең үнсіз, бірақ ең еңбекқор мүшесі. Ол бізді күнде тазалап, қорғап, өмірімізді сақтап тұр. Бауырсыз өмір жоқ. Сондықтан оны қорға. Видео пайдалы болса, арнаға жазыл.